Assalamu alaikum. İhvatul akaram. Keyif halakum? Bugün sizlerмен buyruqray қалай жасалынады соны үйренеміз. Алдыңғы сабақта өткен шақ және осы шақты қалай түрленетінін өттік. Енді buyruqray. Buyruqray осы райдан алынады, яғни осы жақтан алынады. Яктубуна деген етістерден әтин әрпі, яғни 4 әріп, сол 3 әріптің алдына, кәтабаның алдына қосылса, осы жақ шығады дедік қой. Сол әтин әріптің бірінші жолы яктубуны алдық, яктубудан кейін екінші жолы әтин әрпі, яғни кәтаба дегеннің алдындағы бірінші әріпті алып тастаймыз. Сол кезде бізде қандай не қалады? Сөз қалады. Ол кезде бізде ктубу деген сөз қалады, яғни ейді алып тастадық. Яктубу ейді алып тастаса ктубу болады. Ал одан кейінгі жолымыз не болады? Ктубуның алдына алифті қосамыз. Алиф. Енді келесі бізде алифті қостық па? Енді алифтің харекесі қандай болады? Кәтаба деген 3 әріпті етістік қой, негізі сол 3 әріпті етістіктің ортасындағы әріпке қараймыз. Ортасындағы әріп бізде тә әрпі. Тә әрпінің харекесі қандай? Уау ма? Демек бізде алифтің харекесі де уау болады екен. Егер де ортадағы әріптің харекесі и болса, ол кезде алифтің харекесі де и болады. Яғни ейді тапсадық, ктубу болды, алифті қойдық, уктубу болды. Ең соңғы баспалдық бізде ең соңғы әріп соңы не болады деген? Сүкін болады. Сол кезде уктуб деген етістік шығады. Түсіндіңіздер ғой? Buyruqray бізде осылай жасалынады. Біріншісі ейді алып тастаймыз. Ктубу болды, алдына алифті келтірдік. Ктубу болып тұр әлді. Алифтің харекесі қандай болады? Ортадағы әріпке тәма, тә, има, бма, б болады. Қай әріп тұрады, соның харекесін алифке келтіреміз. Сол кезде уктуб, бұл соңғы әріпті сүкінді қылдық. Сол кезде уктуб болып шығады. Біз осылайша buyruqrayда осылай жасалынатын 1, 2, 3, 4 баспалдағы бар екен. Соны жасау арқылы buyruqrayда жасайды екенбіз. Және соңғы ескерту, ортадағы әріп дамма немесе кәсіра болады.